Алла тағалаға күпірлік қылу бұл үлкен күнә. Алла сақтасын. Ассалаумағалейкум жамағат. Хақ тағалаға күпірлік қылу, тіл тигізу үлкен күнә. Осы жөнде білгіңіз келсе, видеоны аяғына дейін қараңыздар. Біздің каналымызға тіркеліңіздер. Лайк басыңыздар. Видеоны таратып, сауапқа кенеліңіздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу-алейкум, ардақ тағайын, құрметті қазақ елі. Аллаға сансыз мақтаулар болсын, пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын. Сіздерге, ел жерімізге Алла тағаланың мейірімі жаусын. Мынау интернет желісінде қажылыққа қатысты сөз айтып жатқан атамызға қатысты менде бір-екі пікірімді білдіргім келіп отыр. Бұл жердегі кішкене адамның жүрегі баратын нәрсе, дінімізге, осы дін ұстанып отырған мұсылмандардың ар-намысына кейде тіл тиіп кетіп жатыр да, ардақ тағайын. Алла тағалаға күпірлік қылу бұл үлкен күнә. Алла сақтасын. Неге? Себебі қажылық деген нәрсе бұл Құдай тағаланың парыз қылып қойған құлшылық. Ислам дінінің 5 негізі болатын болса, соның бірі осы қажылық. Абай атамыз керемет айтқан ғой негізі. Ақылды адамға иман парыз дейді. Иманды адамға құлшылық парыз деген. Мінекей сол Абай атамыздың әкесі Құнанбай қажы бабамыз сол қажылыққа барды, білесіздер. Сол Шәкәрім Құдайбердіұлы бабамыз барды, сол Абай атамыздың әрі шәкірті, әрі бауыры. Осы Батыс өңірінде талай мыңдаған шәкірт тәрбиелеген, медресе оқытқан, мешіт салдырған, сол Құнанбай қажы атамызбен сапарлас болған, сол Меккенің төрінде қонақ үй салған Досжан Хазірет сияқты бабаларымызда сол не істеді, заманында қажылыққа барды. Біз сонау 8 ғасырдан бері, ардақ тағайын, осы ислам дінін ұстанып келе жатырмыз. Бабаларымыз осы ислам дінімен өмір сүріп келе жатыр. Тілімізге де, дәстүрімізге де, салт санамызға да, әдет ғұрыптарымызға да мына тырнақ пен тері қалай біте қайнасқан болса, солай араласып кеткен, тығыз араласып кеткен. Бұны сіздер жақсы білесіздер. Біз осыншама ғасыр бойы, 13 ғасыр бойы ұстанып кеткен дінімізді жоққа шығара алмаймыз. Мінекей біздің бабаларымыз заманында осы Құранды, сол сүннетті ұстанды. Біз еш уақытта одан жаман болған жоқпыз. Аллаға мыңда бір шүкір, осы дінмен өмір сүріп келе жатырмыз. Сондықтан да ардақ тағайын, әсіресе Аллаға қатысты, дінімізге қатысты бірінші айтатын кезде не істеу керек? Әбден ойланып барып сөйлеу керек. Бұл қажылық деген өзі әрі денесімен, әрі мал мүлкімен жасалатын құлшылықтың қатарына жатады, ардақ тағайын. Егер де кімде-кімнің дені сау болмаса, қарт болатын болса, оның байлығы болмайтын болса, оған онсыз да Алла тағала не істейді? Дінімізде міндеттемейді. Себебі Құран Кәрімде бисмиллахир-рахманир-рахим ла икраха фид-дин деген, дінде зорлық жоқ дейді. Немесе ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха дейді. Адам баласының көтере алмайтын жүкті Алла тағала жүктемейді дейді. Көрдіңіз ба? Демек, бұл ерікті нәрсе. Әрбір мұсылманның өзінің мойнындағы парызы бұл, Құдайдың алдында. Олай болатын болса, ардақ тағайын, қарапайым нәрсе ғой. Қарапайым, бұлай ойланған жағдайда түсінікті болған жағдай ғой бұл. Яғни ешкім арапты барып байытып атқан жағдай жоқ. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Жаратқан Алла тағалам қажылық сапарына барып, құлшылық жасап атқандарын Алла тағалам өзіне сесін, құлшылығын сол қажылық парыздарын қабыл еткен болсын. Бара алмай атқан, армандап жүрген әрбір жанға Алла тағалам иншалла сол қажылыққа барып, пайғамбарымыз айтқандай, анадан жаңа туылғандай пәк күйінде қайтуды, Құдайдың мейіріміне бөленуді Алла тағалам нәсіп етсін иншалла. Вальхамдулиллахи раббил аламин.